Қайырлы күн оқушылар, бүгін 8 сыныптың қазақ тілі пәнінен бірінші бөлім, яғни көне түркі жазбалар және қазақ жазуы атты тараудың бірінші тақырыбын өтетін боламыз. Бұл жерде біз біраз тапсырмаларды, өзіңе керекті тапсырмаларды көрсеңдер болады. Сонымен бірге каналға міндетті түрде жазылып қойыңдар. Әр күні күн сайын тапсырмалар шығып отыратын болады. Мына тапсырмаға мән берейік. Бірінші тапсырма: мәтінді түсініп оқыңдар, суретпен байланысын анықтап, ой тұжырымын жасаңдар. Яғни бұл жерде бірінші сұрақ: түркі халықтары деген ұғымды қалай түсінесіңдер? Жауап: көне түркі халықтар дегеніміз қазақ, түрік, қырғыз секілді халықтар. Олардың мәдениеттері, басқару жүйелері ұқсас және бір-бірлерімен достық қатынаста. Екінші сұрақ: көне түркі жазуларының тасқа жазылуының мәні неде? Себебі олар тасқа қашап жазу арқылы бір-бірімен байланыс орнатты. Сонымен бірге келер ұрпаққа мәлімет қалдырды. Бұл мұра неліктен бүкіл түркі жұртына ортақ қазына болып есептеледі? Себебі барша түркі халықтарының тарихы, салт дәстүрі, діні, тілі бір болғандықтан бұл мұра барлығына ортақ қазына. Екінші тапсырма: мәтіндегі күрделі атаулардың бас әріппен жазылу себебін түсіндіріңдер. Бұл жерде үлкен әріппен жазылып тұрған Орталық Азия, Оңтүстік Сібір бұл географиялық аймақтар болғандықтан бас әріппен жазылып тұр. Ал Күлтегін, Тоныкөк, Білге, Момын атауларының бас әріппен жазылу себебі бұлар кісі аттары. Келесі төртінші тапсырма: бас әріппен жазылатын күрделі атауларды жазыңдар. Бұл жерде тарихи тұлғалар кісі аттарының алдынан не соңынан сын есімдердің тіркесуі арқылы ең біріншісі. Яғни бұған Ақсақ Темір, Алпамыс Батыр, Қамар сұлу, ер төстік деген мысалдарды көрсетсек болады. Екінші: жер, су, мемлекет, облыс, өлке, аудан, ауылдық кеңес аттарының өзіне қатысты атаумен тіркесуі. Яғни Қазақстан Республикасы, Түркістан облысы, Шәуілдір ауданы, Солтүстік Қазақстан облысы деген сияқты мысалдарды өздерінің тұрғылықты жерлерінде осылай аудан, облыс деп жазсаңдар да болады. Республика, мемлекет одақтарының, географиялық аймақтардың, халықаралық ұйымдардың атаулары. Яғни бұл Оңтүстік Сібір, Орта Азия, Оңтүстік Африка Республикасы деген сияқты. Келесі қысқарған күрделі атаулар: УКМПУ, БО, яғни Біріккен ұлттар ұйымы, ТМД, ЮНЕСКО, ОАР деген сияқты қысқарған күрделі атауларды бас әріппен жазады екенбіз. Енді біздің келесі тапсырма. Жетінші тапсырма. Бұл екі тапсырманың біріншісін орындау керек, яғни бірінші мен екінші тапсырма бөлек. Біріншісі: сабақталған барлық ақпаратқа синтез жасап, мәтінді аяқтаймыз. Яғни сендердің кітаптарындағы басталған мәтін аяқталмаған. Сендер оны өз ойларыңмен аяқтау керексіңдер. Ал мұнда сендерге нұсқаулық берілген. Осы нұсқаулыққа қарап, осы жердің ішінен сөздерді алып, не болмаса дәл осылай жазып, мәтінді аяқтасаңдар болады және түсініп жазуларың қажет. Келесі тапсырма бізде екінші тапсырма. Бұл жерде бізде не істеу керек? Яғни суретті сабақпен байланыстырып, берілген дәйек сөзді қатыстырып мақала жазу керек және көріп тұрғандарыңдай алдарыңда 4 сұрақ тұр. Сол сұрақтарға жауап беру керек. Бірінші осы сұрақтарға жауап берейік. Сендер стопты басып сұрақтарды жазып алсаңдар болады. Яғни суретте не бейнеленген? Суретте ертегідегі тұрмыс тіршіліктің белгісі көрініп тұр. Яғни нақтырақ қарасақ, аң жануарлардың суретін тасқа қашап жазған. Екінші сұраға: тастағы жазуды оқи алмасаң да, ондағы бейнелер арқылы қандай ақпарат алуға болады дейді. Тастағы жазуларды мүлдем біз оқи алмаймыз. Өйткені олар көне таңбадағы тілде жасалған. Алайда оны оқи алмасақ та, суретте аң жануардың суретін көре аламыз. Бұл мүмкін. Ол кездегі адамдардың аң жануарлар арқылы күнін көргенін дәлелді болуы мүмкін. Үшінші сұрақ: сенің ойыңша сурет неше ғасыр бұрын салынған? Жауап: суреттің нақты қашан салынғанын білмесем де, өте ерте кезде салынғандығы байқалып тұр. Өйткені бұрынғы адамдар жазатын басқа зат таппай тасқа жазып қалдырған. Төртінші тапсырма, яғни сұрақ: егер бұл таңбалар тасқа қашалмаса, бүгінгі күнге жетер ме еді? Жауап: жоқ, жетпейтін еді.
өйткені қазіргідей қағазға жазсақ жыртылып қалуы, ал мысалы құмға жазсақ өшіп кетеді дегендей тасқа қашалып жазылғаны дұрыс. Келесі тапсырмаға өтсек, яғни бұл жаңағы 7-ші тапсырманың екінші сұрағындағы мақала жазу бөлімі, иә. Бұл жерде сендерге дәйек сөзді қолдану арқылы мақала жазыңдар деген сөз саны 80-100 арасында болу керек. Бізде қажетті дәйек сөз болмасын деп байлығы басқа қазық, кеткен бабам тарихын тасқа жазып деп алынған. Мына жерде стопқа қойып, өздерің осы мәтінді жазып, түсініп оқып, түйгендерін жазсаңдар болады. Осыны жазып алуларыңа да болады. Анықтап қарасаңдар барлығы түсінікті. Оқушылар каналға тіркеліп кетіңдер, лайк басыңдар, күнделікті тапсырмаларда салып отыратын боламын.